Bir кезде осы Марат ағам екеуміз бір Марат ағамның құрбысы досымен сонау Абылай ханның ұрпағымен бірге отырып едік дастарханда. Сонда ана Абылай ханның ұрпағымен Абылай хан осындай еді деп айтып отыр. Bir кезде Марат ағам сабырлы ана досының көзіне қарап айтты: сол Абылай ханды тәрбиелеп хан көтерген Қанайди еді. Сол Қанайди туған жері. Дәл сол Қанайдидің тікелей ұрпағы Аида бүгін сіздерге келін болып кіріп жатыр. Демек, сіздер сол үлкен қасиетке бүгін қатысыңыз. Аида деген сөз негізі мейрам деген сөз. Мейрамды, праздничная. Салихаддинге айтам, сол мейрамға ие болып, сол баққа бақытты бол. Тағы айтарым, Салихаддин Аюби деген адасын, Салихаддин, естіп Иерусалимді алған. Сен бүгін Аиданы алып жатсың. Адасына сай бол.